Сабағымыздың тақырыбы Тахауи-Ахтан күй аңызы. Сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Сіздердің алдарыңызда көрнекті қазақ жазушысы Тахауи-Ахтан 1923 жылы Ақтөбе облысының Шалқар ауданы Шетірғыз селосында туған. 1940 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. 1948 жылы әскерден босап елге оралады. 1948-51 жылдары Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында редактор, бөлім меңгерушісі, 1951-53 жылдары Қазақфильм киностудиясында сценарий бөлімінің бастығы, 1953-54 жылдары Жұлдыз журналының бас редакторы, 1954-55 жылдары Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақ КСР Мәдениет министрлігі көркемөнер бас басқармасының бастығы, Республикалық кітап палатасының директор қызметтерін атқарды. Екінші дәрежелік отан соғысы орденімен, 2 рет Қызыл жұлдыз орденімен, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталды. Боран романы үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. Суреткер жазушы Ғабит Мүсіреп шығармашылығына қатысты әдеби сын очеркін 1956 жылы жариялады. 1969 жылы жарық көрген Керуен, 1980 жылы жарияланған көкейкесті жинақтарында әдебиет туралы мәселелер ортаға салынды. Пушкиннің Алтын әтеш туралы ертегісін, Толстойдың Азапты сапарда, Бабаевскийдің Алтын жұлдызды жігіт романдарын, Тургенев, Горький шығармаларын қазақ тіліне аударды. Осы орайда зергер сөзге ден қоя кетсек, ерекше тұлға, белгілі филолог Зейнолла Қабдолов, талант деген қыран секілді қанатты нәрсе. Тахауида да қос қанат бар, бірі реализм, бірі психологизм. Тахауи өзінің сөз өнеріндегі биігіне осынау қос қанатымен парлап самғап шықты дейді. Сондай-ақ бұл кісінің тұстастарынан да даналық ойдан дәнізде айтары бойынша мына бір сөздерді айта кетейік. Қазақ халқының дарынды ұлдарының бірі кешегі қан майданда отанын қорғап, замандастарымен қатар қазақтың жауынгерлік рухын көтерген, сол ерлікті қарымды қаламның күшімен ақ қағазға айғақтаған, әдебиетіміздің тарихында айтарлықтай із қалдырған Тахауи-Ахтан есімі елімізге алыс жақын шет жұртқа көптеп әйгілі дейді Елеукенов. Тахауи-Ахтановтың әдеби мұрасы қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасының жаңа тарихында да мыңдаған, миллиондаған оқырмандар үшін ескірмейтін рухани құндылық қазынасы. Көрнекті қаламгердің проза, драматургия, әдеби сын салаларындағы туындылары әлем өркениеті кеңістігіндегі кең танымалдылық деңгейіне көтеріле бастаған ұлттық сөз өнерінің құнды қазынасы дейді Төбегенов. Алдарыңыздағы суретке назар сала кетсеңіздер, балалар, Ақтөбеде, яғни Тахауи-Ахтановтың туған жерінде ерекше құрмет ретінде мына бір дүние бар екен. Бұл облыстық драма театры. Бір сөзбен айта кетсек, Тахауи-Ахтан жазушы, драматург, аудармашы, қаламгер, редактор, майдангер жазушы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері деген азаматтық тұлғасын анықтап отырмыз. Ендігі назарымызды күй аңызы шығармасына берейік. Ботасы өлген аруананың тарамыс болған терісіне жан беріп, суалып біткен желін сүтке толтырған өнер қасиеті, күй құдіреті қандай деген ерекше тебіреніспен бастаймыз. Күй аңызы әңгімесі жазушы Тахауи-Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті, күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипат алады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші.
Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан сүзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолға салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Балалар, сіздер Тахауи Ахтановты керемет туындысымен таныстыңыздар. Бұл нар идірген күйінің шығу тарихымен тікелей байланысты туынды деуге болады. Шығарманы өз бетімізше тағы бір оқып шығайық. Оған дейін біздің шығармада кездесетін набір сөздермен сөз маржан айдары арқылы танысып өтейік. Тізгін. Аттың басын тежеу үшін пайдаланылатын ұштары жүгеннің ауыздық шығыршығына екі жағына байланған шыжым қайыс. Ертұрмамен бірге жүретін бұйым. Шылбыр жүгеннің шығыршығына бір жағынан тағылған жіп. Бұл да ертұрман әбзелдеріне жатады. Мына бір алдымыздағы суреттен ертұрманға белгіленетін арнайы қайыстарды байқауымызға болады. Осы сөз маржан айдарында інген, нар, аруана сөздері кездеседі. Інген қос өркешті түйенің аналығы, нар, дромедар бір өркешті түйе, аруана сыңар өркешті ұрғашы сүтті түйе. Сөз маржан айдарына тағы бір қоса кететін сөз жаңағы айтқан шылбыр сөзі. Жүгеннің шығыршығына бір жағынан тағылған жіп. Осы бір көріністе шылбырдың қай жерде орналасқанын байқауымызға болады. Шығармамен танысып болғаннан кейін мына бірінші тапсырмаға кірісейік, балалар. Бұл жердегі берілген сұрақтар мынадай. Аңызға айналған қандай күйлерді білесің? Бастай қатқан нарды идірген не? Естемеске аруананың жайы қалай әсер етті? Қыз неге естемес күй тартқан кезде түйенің омырауын жібергісі келмеді? Қалай ойлайсыңдар, кім мықты? Естемес пе, Оразымбет пе? Сіздерге арналған екінші тапсырма шығарманы толық оқып, композициялық құрылымына талдау жасайсыздар. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Осы арқылы сіздер оқиғаның пролог, эпилогтарын анықтай аласыздар. Енді сіздерге арналған үй тапсырмасы шығармадағы кейіпкерлердің тура және жанама мінездерін жазу.